Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Сарысу ауданындағы бірқатар нысандарды аралап, жұмыс барысын көріп қайтты. Алдымен Жаңатас қалалық орталық қазандығының ішкі жұмысымен танысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Сарысу ауданына жұмыс сапарын Жаңатас жел электр станциясынан бастады. Жаңатас жел электр станциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан ауылдық округінде орналасқан. Жобаның құны 44,8 миллиард теңгені құрайды. Қуаттылығы 100 киловатт электр энергиясын өндіру. Жоба бойынша 40 жел турбинасы орнатылып, бүгінде барлығы сынақ режимінде іске қосылған. Биылғы жылдың екінші жартысынан бастап толықтай қуатында жұмысқа кіріскен станцияда 30-дан астам жаңа жұмыс орны ашылған. На данный момент Жаңатас ветровая электростанция ввелась полностью в эксплуатацию. Жаңатас жел электр станциясы өз құрылысын 2019 жылдың 2-тоқсанында бастаған болатын. Қазіргі уақытта жел электр станциясы эксплуатацияға берілді. Айта кету керек, барлық 40 турбина 100%-ға қуат беріп жұмыс істеп тұр. Жергілікті тұрғындар белгіленген 30 жұмыс орнымен қамтамасыз етілді. Келісімге сәйкес электр энергиясын қажетті желілерге таратамыз. Келесі кезекте облыс әкімі аудан орталығындағы қазандықтың жұмысымен танысып, алдағы жылу беру маусымына дайындық барысын көрді. Биыл қазандықтары жөнделіп, ауыстырылған. Нәтижесінде жауаптылар жылу маусымына 99% дайын екенін қадап айтты. Толық ауыстырылды. Одан кейін жарамсыз экранды құбырларды солар ауыстырылды. Кемшіліктердің бәрі орнына қойып жөнделді. Отырған кемшіліктер. Өткен жылу беру маусымында Жаңатас қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлер мен бірқатар әлеуметтік нысандар бірнеше тәулікке жылусыз қалғанын жұрт ұмыта қойған жоқ. Қазандық жұмысымен жан-жақты танысып, қысқы маусымға дайындық барысын көзбен көрген Бердібек Сапарбаев алдағы уақытта олқылыққа жол бермеу үшін аудан әкімі Марат Сұлтанғалиевке тиісті тапсырмалар берді. Айбол Жомартұлы, Мейірбек Сауранбай, Тараз 24.